өзім аузынан жақсы сөз шықпайды негізінде. Прокурордың ақтаған алғашқы депутатты көрдік. Оскорбления в адрес депутата Мажилиса парламента от нашей фракции Ирины Смирновой безнаказанными не останутся. Тағы да қайталап айтамын, адамның қауіпсіздігі бірінші орында тұруы тиіс. Емізігі TikTok, бесік жыр, Instagram. Бірақ үкіметуге асығар емес. Бұл бірінші мәселе. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті депутаттар, баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимін қосыңыздар. Келесі мәселе. Қазақстан Республикасы мен Кипр Республика арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы жөнінде баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының бас прокурорының орынбасары Қойгелдиев Ғалымжан Мамбетұлына беріледі. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасы мен Кипр Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісім шартты ратификациялау үшін ұсынып отырмыз. Аталған келісім парламент мәжілісінің барлық комитеттеріне қаралып, қолдау табылды. Естеріңізге сала кетейін, 22 жылы біз Кипрмен құқықтық көмек көрсету және ұстап беру туралы келісім шартты ратификацияладық. Қол қойып, 23 жылы сіздердің қолдауларыңызбен олар ратификацияланды. Сол себепті осы келісім арқылы біз Кипрмен қылмыстық іс жүргізу саласына толыққанды құқықтық базаны қалыптастырамыз. Бұл келісімнің маңызы зор. Әлеуметтік тұрғыдан қарасақ, шетелде сотталған азаматтарымызды елімізге әкелу, туыстарынан қол үздірмей, қоғамға тез бейімделуге оң ықпал етеді. Соңғы жылдары Кипрмен қарым-қатынас қарқынды түрде дамуда, соның ішінде сауда-экономикалық, бизнестік, кәсіпкерлік және туристік бағыттар бар. Кипрда отандасымыз қандай да бір құқық бұзушылық жасап, сотталған болатын болса, онда біз оның қалған уақытын Қазақстанда өтеуге мүмкіндік беруге болады осы келісім арқылы. Құрметті депутаттар, қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет, баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшейік. Депутат Әлішев Қазбек Құрманғалиұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мен сұрағым баяндамашыға. Келісімнің 4-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес сотталған адам беру туралы сұрау салуды алған кезде өтелуге тиісті жазаның қалған мерзімі 6 ай мерзімді құраса, немесе үкім белгіленбеген мерзімге шығарылса берілуі мүмкін делінген. Аталған баптың 2-ші тармағына сәйкес, егер жазаның қалған мерзімі 6 айдан да аз болса, айрықша жағдайларда тараптар сотталған адамды беруге уағдаласа алады деген. Осыған байланысты менің екі сұрағым бар. Егер үкім белгіленбеген мерзімге шығарылса деген сөздер нені білдіреді екен? Және егер сотталған адамның жазасын өтеу мерзімі 6 айдан да аз уақыт қалса, қандай айрықша жағдайларда сотталған адамда тараптар беруге уағдаласа алады? Рахмет. Қазыбек Құрманғалиұлы, сұрағыңызға рахмет. Біріншіден, белгіленбеген мерзім дегеніміз, ол англо-саксондық құқықтық жүйеде ондай мерзімдер қолданылады. Мысал келтіріп кетейін, егер адам ұрлық үшін 3 жылдан 7 жылға дейін сотталса, онда сол жақтағы сол жердің комиссиясы немесе администрациясы жиналып шешім қабылдайды. Ол сол 3 жылдың ішінде өзгерді ме, өзгермеді ме? Егер өзгермеген болса, онда тағы да қарайды. 1 жыл, 2 жылдан кейін. Ол сол себептен оны белгіленбеген мерзім деп айтады. Ондай тәжірибе бар Европа мемлекеттерінде. Ал 6 айдан аз мерзімде ол енді негізі гумандық тарапынан қарастырылады. Егер адам енді бір қатты қиын ауырып жатса, оны осында алып келіп, жаңағындай туысқандарымен қоштасуға мүмкіндік беру үшін деген сияқты нәрселер үшін қолданылады. Рахмет. Депутат Бапи Ермұрат Сейтқазұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға. 2023 жылы Қазақстан мен Кипр арасында қылмыстық құқықтық салада 2 халықаралық келісім жасалған екен. Және олар ратификацияланды. Еске сала кетейін, бұл экстрадициялау және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету туралы шарттар. Бір ескере кететін жайт, Кипр шетелдіктер офшорлық компанияларды еркін ашып, офшорлық банктердің қызметтерін пайдалана алатын елдердің қатарына жатады. Бұл баршаға мәлім. Офшорлар көбінесе қаржылық алаяқтық, қылмыстық ақшаны жылыстату және күмәнді қаржылық операциялар үшін қолданылады.
Жасыратыны жоқ. Осы себептен Кипр кірістерін жасырып, өз елдерінде салықтан қашатындар арасында ерекше танымал ел. Ол елде Қазақстанның да бірқатар азаматтары бар екенін білеміз. Осыған байланысты жоғарыда аталған келісімдер бойынша қандай да бір нәтижелер бар ма практикалық түрде? Елден жылыстатылған активтердің шөгіп қалған фактісі бойынша сіздер құқықтық салада екі ел арасында іс-шаралар жүргізіп көрдіңіздер ме? Егер ондай практикалық деректер болса, қоғам біле жүрсін, айтып өтсеңіз, мысал келтірсеңіз деген өтініш. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, Ермұрат Сейтқазыұлы. Бұл жақта біз бағана айтылғандай былтыр 23 жыл ратификацияландық. Ол енді салыстырмалы түрде аз уақыт өткеннен кейін бізде экстрадиция мәселесі осы уақытқа дейін қозғалған жоқ. Бірақ сонымен қатар құқықтық көмек көрсету жұмысы қарқынды дамуда. Мен білемін, анық айталамын, бізде бірқатар құқықтық көмек көрсету сұраулары кетті Кипр тарапына. Біз оларға жауап алудамыз. Ол жағынан жұмыс жүргізілуде қарқын түрде. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, жақын арада елшілік ашылды бізде Кипр Республикасында. Сөз депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Жалпы екі мемлекеттің ортасындағы сотталған азаматтарды беру мәселесі өте қиын. Себебі әрбір мемлекеттің өзінің заңы бар, әр мемлекеттің өзінің саяси жүйесі бар, әр мемлекеттің заңдары бір-бірімен үйлеспей жатады, кейде қарама-қайшы болып жатады, өзінің ұстанған саясаты бар. Оған қарамастан, мынау Кипр мемлекетпен біз осы келісімшартты бекітіп отырмыз. Ал нәтижені қарасаңыздар, осыдан бір жыл бұрын үлкен ұйымдасқан топ ұсталған, құрықталған болатын. Сондықтан да мына келісімшартты мен толығымен қолдаймын. Жалпы мынау біздің бас прокурор Берік Асыловтың 3 орынбасары, мынау Қойгелдиев мырза, Умралиев, Чиндалиев мырза соңғы уақытта өте жақсы жұмыс жасап отыр. Сіздерге бір өзім аузынан жақсы сөз шықпайды негізінде. Бірақ та осы мүмкіндікті пайдаланып, сіздерді осы халық болып сіздерді қазір қолдау керек. Бірақ бір ғана ұсыныс, қазір алдымызда бізде Сингапур, Швейцария, ОАЭ, Ұлыбритания, ақш, Сейшел, Гонконг аралдары сияқты мемлекеттермен тура осындай келісімшартты қазір дайындауымыз керекпіз. Басқаша айтқанда, өзара құқықтық көмек көрсету, қылмыскерлерді беру, шоттарды бұғаттау, басқаша айтқанда, осы мемлекеттермен бекітсек, ертең қылмыскерлер басқа мемлекетке шығамайтын жағдайға жеткізуіміз керекпіз. Сондықтан сіздерге рахмет, қолдауға шақырамын. Рахмет. Прокурордың ақтаған алғашқы депутатты көрдік. Енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшейік. Сөз депутат Ашымжанов Жанарбек Садықанұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал премьер-министр Олжас Бектеновке бағытталады. Құрметті Олжас Абайұлы, бүгінгі таңда балалардың әліппесі, әлеуметтік желі, емізігі TikTok, бесік жыры, Instagram десек артық болмас. Адамзат баласын тұрғызған осы құбылыстардың әсері, әсірелеп айтсақ атом бомбасынан кем болмай тұр. Өткен жыл әріптесім Ерлан Саиров TikTok платформасының қоғамдағы кері әсері туралы тиісті орындарға дабыл қағып еді. Селт еткен жан жоқ. Сенатор әріптесіміз Нұртөре Жүсіп бұрын балаларды тәк-тәкпен тәрбиелейтін едік, қазір TikTokпен тәрбиелеп жатырмыз деп еді мәнбеден. Өлі тыныштық. Сөз жоқ, қазір ақпараттық ғасыр. Әлеуметтік желілер өміріміздің ажырамас бөлігін айналды. Пайдалы жағы да жоқ емес. Алайда ұлттық тәрбие мен дәстүр салтымыздың уықтарын талқандап, ақыл тоқтатпаған, жақсы мен жаман дәлі толық ажыратып үлгермеген балалар мен жасөспірімдерді мең дуана жегендей меңіреу әлемге бастап бара жатқан жағдайдың алдын алмасақ опық жейміз. Бұл ретте балалар мен жасөспірімдер арасында TikTok кеңінен танылмал. Соңғы 2 жылда 14,1 миллион қазақстандық тіркеліпті. Бұл желінің негізгі тұтынушылары да сол бесіктен белі шықпаған балалар мен жастар. Онда пайдалы контенттен көрі жастарға теріс әсер ететін зиянды ақпараттар өріп жүр. Құмар ойындарды жарнамалау, стримдерді арқылы әдепсіз әрекеттер көрсету, боғауыз сөздер, порнография, суицидке шақыру, діни уағыздардың оңды-солды таралуы, буллинг, тыйым салынған заттардың жарнамасы секілді теріс әрекеттерге шақыратын лас ақпараттар осы TikTok арқылы таралуда.
жасөспірімдердің тиктоктан көргенін қайталап, жағымсыз қылық пен әдепсіз іске үйіріп болып бара жатқаны да жасырын емес. Мәселен, мысық серуені деп аталатын челленджді мыңдаған жас қайталаса, оған қатысушылар подиум моделінде көшеде өтіп бара жатқан адамдардың алдында жүруі тиіс. Мән мағынасы жоқ челлендждің қаралымы 500 миллионнан асқан. Екі жастың біріне келмеген қыздарымызды бөксемен билеуге шақырып, арнайы үйрену үлгілерін ұсынып жатқан контенттер саңырауқұлақтай қаптады. Расында қазіргі таңда ұрпақ тәрбиесімен тікелей әлеуметтік желілер айналысуда. Соның салдарынан ұлттық құндылықпен сусындамаған жас ұрпақ өсіп келеді. Осыны ескеріп, әлем елдері мұның одан әрі етек алуына жол бермеу мақсатында тиктокқа шектеу қою, немесе онда контентке бақылауды күшейтуді қолға алуда. Мәселен, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдер тикток желісіне ішінара немесе толық шектеу қойды. Ал Франция үкіметі жасөспірімдердің интернетке қол жетімділігін заңнамалық деңгейде реттеді. Австралия 16 жасқа дейінгі балаларға қолдануды заңмен шектеді. Осы жоғарыдағы атаған елдердің бір білгені бар шығар. Еуропалық одақ, Канада, Ұлыбритания, Жаңа Зеландияда балалар қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылыққа байланысты 2023 жылы шешім қабылдап үлгерген. Керек десеңіз, тиктоктың атасы саналатын Қытайдың өзінде бұл платформа қолжетімді емес. Бізде жеделдетіп тиктокқа шек қою мәселесін қарастырғанымыз жөн. Өйткені тиктокты шамадан тыс қолданудың психологиялық, әлеуметтік және академиялық салдары баланың санасы мен денсаулығына кері әсері аз емес. Тіпті офтальмолог дәрігерлер телефонға телмірген балалардың арасында кейінгі 5 жылда көз аурулары күрт көбейгенін айтып келтірді. Сондықтан ұрпағымызды тиктоктан келер азғындықтан арашылап қалу үшін осы мәселені тағы көтеруімізге тура келіп отыр. Сондықтан үкіметке келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. Тиктоктағы әдепке, ұлттық құндылықтарға, дәстүріміз бен салтымызға қайшы келетін, балалардың санасын улайтын, теріс әдеттерге шақыратын барлық контентке шек қою. Екінші, елімізде тиктокты кәмелеттік жасқа толмаған балалардың пайдалануына қатаң шек қою, немесе мүлдем тыйым салу тетіктерін қарастыру керек деп есептейміз. Сауалға заңда көрсетілген мерзімге сай жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Аманат фракциясының депутаттары Жанарбек Әшімжан, Елнұр Бейсенбаев, Аманжол Әлтай, Қазыбек Әлішев. Сөз депутат Сарсенғалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке. Менің депутаттық сауалым ақбөкенмен бетпе-бет қалған ағайынның арызы деп біліңіз. Киіктің киесін бала кезден білетін ел қару алып қара жерді қан жоса қылмайды. Бірақ тірлігі төрттілікке қараған ағайынның алдағы жылдары тігерге тұяғы қалмай ма деген қауіп бар. Мәселе жалпы, себеп жалқы. Ол ақбөкеннің саны. Нақты деректерді санамалап берейін. Батыс Қазақстан облысының 7 ауданы киіктің тұрағына айналды. Ол Казталов, Жәнібек, Бөкейорда, Жаңақала, Ақжайық, Тасқала және Бәйтерек аудандары. Ғалымдардың биологиялық негіздемесі бойынша Батыс Қазақстан облысы ең көп дегенде 500 мың бас киікті сыйдыра алады. Ресми дерекке сүйенсем, 2024 жылы облыстағы киік саны төлімен қоса алғанда 2,3 миллионнан асқан. Алдағы 2 жылда киіктің саны 5 миллионнан асады деген тағы бір болжам бар. Батыстағы ақбөкеннің санын реттеуге келгенде жауапты органдар мойындарына жауапкершілік алғысы келмейді. Қоршау жасап қорғауға да құлықсыз тиісті мекемелер. Киіктің киесі ормасын десек, биыл нақты шешім қабылдау қажет. Себебі ақбөкен мен адамды жайылымға таластырып тастап кетудің салдары ауыр болуы бек мүмкін. Қазір жағдай ушығып тұр. Тірлігі төрттілікке қараған ел жайылымда киік жайпап кеткесін, малдарын жаппай сатып ауылдарын тастап көшуге айналған. Нақты дерек. 2023 жылы Батыс Қазақстан облысындағы 921,7 мың гектар жерді киік таптап тастаған. Оның ішінде егістік алқап, шабындық пен жайылым жер бар. Салдарынан 2024 жылы Батыс Қазақстан облысының 4 ауданында төтенше жағдай жарияланды. Халықтың алдындағы малы қырылып қалмасын деп облыстық бюджетке қол салуға тура келді былтыр. Жеке қосалқы шаруашылық пен шаруаларды мал азығымен қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджет қаражат есебінен 4,2 миллиард теңге бөлінді. Бұл бір реттік шара. Биыл ақбөкеннің саны артып, былтыр тұяққа тапталған жердің тақырға айналатынын ескерсек, шаруалардың шаруасы шатқаяқтап қалмау үшін аталған қаржыны 2 еселеуге тура келеді. Бірақ оны облыстың бюджеті көтере алмайтыны анық қазір. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, киіктің өлімі көбейген. Мәселен, 2024 жылы Батыс Қазақстан облысындағы бір ауданда 5598 киіктің өлексесі табылды. Бір қорқыныш бар. Ветеринариялық қауіпсіздік тұрғысында киіктердің тығыздығының жоғары болуынан 2010-2011 жылдардағы пастереллез ауруының қайталану қаупін мамандар жоққа шығармайды.
Одан бөлек, киіктердің үй жануарларымен бірге жайылуынан листериоз, аусыл, бруцеллез сынды аурулар пайда болуы мүмкін дейді ветеринарлар. Мыңдаған киіктің өлексесі далада түрлі ауруға себеп болмасын деп, мамандар оларды ауылдардағы мал молаларына тастауда. Салдарынан қазір елді мекендердегі мал молалары толып қалған. Киік тұрмақ ауылдың өлген малын тастайтын жер жоқ. Қазір өлген киікті де, малды да азаматтар өртеуге мәжбүр. Мұның соңы қандай болуы мүмкін екенін іштеріңіз сезіп отырған шығар. Ақбөкеннің санына қатысты ағайынның арызы мәжілістің төрінде бір емес, бірнеше рет айтылды. Бірақ үкімет етуге асығар емес. Салдарынан халық қазір қатты ашынып отыр. Орталық мемлекеттік органдар проблеманы көрмегенде кейіп танытып, жұрттың жанайқайын жылы жабуға тырысады. 2023 жылы киік санын реттеуді қолға алған үкімет жарты жылдан соң ол әрекетін саптайды. Ағайын Ақбөкенмен тағы да бетпе-бет қалып кетті. Былтыр мемлекет басшысы қазақ даласының символы саналатын ақбөкендердің көбеюіне тосқауыл қоятын шешімнің күшін жойып, оған тыйым салғанын бәріміз көрдік. Расында, киіктің киесі барын қазақ жақсы біледі. Сондықтан қарапайым халықтың шаруасынан шашау шығармайтын және Ақбөкеннің обалына қалмайтын, ұланғайыр даланы киік үшін оқ пен оттың ортасы қылмайтын ортақ нақты шешім қабылдау қажет. Енді ұсыныстарды айтайын. Бірінші, экология және табиғи ресурстар министрлігі киік санын реттеудің тың тәсілін дайындап, биыл дереу іске асыру қажет. Қажет болса қоршау қойып, кісі мен киікті бір алқапқа таластырып тастамаудың амалын жасау керек. Екінші, мемлекеттік органдар Батыс Қазақстан облысында киік саны биылдың өзінде 3 миллионнан асады десе, кей мамандар қазірдің өзінде облыс аумағында 4 миллион Ақбөкен бар дейді. Санның өзі сансаққа кетіп тұр. Батыс Қазақстан облысындағы киік популяциясын ғылыми зерттеу жұмыстары 2026 жылы басталады деген шешім бар. Бірақ бұл тым кеш. Қазір ағайынның ащы дауысы шығып тұр. Сондықтан аталған ғылыми зерттеу жұмысын биыл 2025 жылы дереу бастау керек. Үшінші, ауыл шаруашылығы министрлігі киіктен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге келтірілген залалды есептеу әдістемесін бекітіп, шаруалардың мал ұстайтын қарапайым халықтың шығынын дереу өтеудің тәсілін ойлап табуы қажет. Төртінші, киік санын үкімет реттей алмаса, жайылымсыз, шабындықсыз қалған жұртқа жемшөп тасымалдайтын нақты шараны ұйымдастыру керек. Бесінші, эпизоотиялық ахуалды ушықтырмау үшін киік өлекселерін жинаудың, жоюдың ережелерін әзірлеп, стационарлық инсенаторларды орнату қажет. Себебі мал молалары Сөз депутат Жаңбыршын Еділ Терікбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Депутаттық сауалымыз премьер-министр Олжас Бектеновке. Өткенде ғана Маңғыстау өңірінде болған оқиға барша ата-аналардың уайымын күшейтті. Өздеріңізде естіп біліп отырсыздар, 16 жастағы бала итке таланып, ауыр жағдайда ауруханаға түсті. Біреулер қазір ештеңеге таң қалуға болмайды, онда тұрған не бар деу мүмкін. Бірақ мәнісіне терең үңілсек, бұл оқиға бірнеше қоғамдық проблеманың бетін ашып берді. Біріншіден, итке таланған баланың жасы 16-да екенін ескеру керек. Оның орнында 3-4 жастағы бүлдіршін болса, жағдайының қандай болатынын елестету қиын. Екіншіден, бұл ақпарат құралдарында жазылып резонанс тудырған оқиға. Соған орай облыстық ауруханада итке таланған балаға қажетті ем шараның бәрі жасалынды. Бірақ ауылдарда ит талаған баланың бәріне дұрыс медициналық көмек дер кезінде жасалып жатыр ма? Әрине жоқ. Үшіншіден, дене жарақаты жазылар, ал баланың психикасына келтірілген зақым мен оның салдарын кім ойлайды? Бұл дерт өмір бойы адамның тағдырына кері әсер етпей ме? Соңғы кезде балаларды қойып бұралқы иттер ересектерге шабуыл жасаған оқиғалар да көбейіп кетті. Сонда бұралқы аш иттерді тие алмасақ, жас бала мен қорғансыз кәрілерді олардан қорғай алмасақ, біз кімбіз? Бұралқы иттер туралы сөз болса, жануарлар құқығын қорғаушы кейбір ұйымдар өре тұрады. Түсінеміз, олар USAID сияқты батыстық ұйымдардан алған гранттарының ақшасын ақтау керек болар. Бірақ жануарлар құқығы адам құқығынан жоғары болғаны ма? Қазақстан Республикасының ең бірінші байлығы адам, ал мемлекеттің міндеті әуелі ер азаматтың бейбіт және қауіпсіз елде өмір сүруіне жағдай жасау. Тағы да қайталап айтамын, адамның қауіпсіздігі бірінші орында тұруы тиіс. Осыдан жыл бұрын Алматы облысы Талғар қаласында 5 жасында ит талағаннан кейін тілі сақауланып, невралгия ауруына шалдыққан кішкентай баланың тағдырын білетін боларсыз. Оның ата-анасы қызын емдету үшін қанша уақыт, қанша қажыр, қанша қаражат жұмсады? Оны кім есептеді? Кім компенсация төледі? Ешкім. Мұндай оқиғалар ел ішінде көп. Осындай оқиғалары әлгі шетелден грант алғыш ұйымдар неге көтермейді? Неге зерттемейді? Бұралқы ауру иттердің құқығын қорғаушылар ең алдымен итке таланып ауруханаға түскен басқа емес, өз баласы деп елестетіп көрсін. Қолданыстағы заңнама аясында бұралқы иттерді ұстап, оларға стерилизация, екпе жасап, қайтадан бос жіберу қарастырылған.
Бірақ мұндай практика бізді алаңдатып отырған проблеманың шешімін табуға көмектеспеді. Ресми статистикаға сүйенсек, елімізде жыл сайын 38 мыңнан астам адамды иттер қабады. Ойланып қараңыздар, сонда күніне 104 адамды иттер талайды. Ал оның кемінде жартысы 14 жасқа дейінгі балалар. Бұл ресми цифрлар қорқынышты әрі сұмдық статистика. Бірнеше мәжіліс депутаттары болып, осы мәселені реттеу үшін заң жобасын әзірлеп парламентте талқылап жатырмыз. Өйткені босатып жіберген бұралқы ит қоғамға қауіпті және экономикалық жағынан да тиімсіз болып тұр. Біріншіден, табиғи тұрғыдан көбею мүмкіндігінен айырылғанымен хайуан өзінің хайуандығын қоймайды. Оның үстіне бұралқы иттердің басты инстинкті аштықпен күрес екені белгілі. Аш ит адамға шабуыл жасаудан тайынбайды. Оның үстіне бұралқы иттер түрлі жұқпалы аурулар таратады. Екіншіден, қала мен ауылда бұралқы иттердің саны азаймай отырған бір себебі оларды асырап алған адамдардың жауапсыздығы. Үшіншіден, бұралқы иттерді арнайы үй-жайларда ұстап, оларды күтіп бағуға мемлекеттік бюджеттен қыруар ақша бөлінеді. Есептеп көріңіздер, мектепте бір баланы тамақтандыруға мемлекеттік бюджеттен күніне 840 теңге бөлінеді. Ал бір итті стерилизация, вакцинация, чиппен және операциядан кейін күтіп ұстауға 20 мыңнан 40 мыңға дейін қаржы керек екен. Әділет қайда? Адамға деген жанашырлық қайда? Сондықтан жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңына біздер ұсынған иесіз бұралқы иттерді 15 күннен соң эвтаназия әдісімен ұйықтату нормасы гуманистік шешім деп білемін. Бұл ақш, Жапония, Израиль, Франция, Ұлыбритания, Литва сияқты әлемнің көптеген елдерінде қолданылатын әдіс. Тіпті Скандинавия елдерінде Ресейден бұралқы иттер өздерінің территориясына кіріп кетсе, атып тастайды. Осыған орай қоғамда қажетсіз дау көтеріп жүрген кейбір жануарлар құқығын қорғаушылар ең алдымен адам құқығы мен адам қауіпсіздігі деген мәселені еске алсын. Тіпті олар ақбөкендер мен Каспийдің ит балығы мыңдап қырылғанда неге бастарын бұғып үндемей қалды? Әлде батыста отырған дирижерлері гранттарын тек иттер мен мысықтарды қорғау үшін берді ме? Бұралқы иттерді мәселесін қоғамда жүйелі түрде шешу үшін үкімет келесі мәселелерді қолға алу керек. Бірінші, өздерін зоо қорғаушыларымыз деп тіркелген барлық ұйымдардың қандай көздерден және қандай мақсатта қаржы алған тексеру қажет. Екінші, азаматтарды, парламент депутаттары мен мемлекеттік қызметкерлерді, әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында балағаттап қаралау жабу фактілерін зерттеп және зерделеп, осыны ұйымдастырып отырған тұлғаларды анықтап, олардың іс-қимылына құқықты баға берілуі тиіс. Үшінші, қолданса заңның аясында көшедегі бұралқы иттерді жаппай ұстап, қамау шараларын алсын, агрессия көрсеткендерін және жұқпалы аурумен ауыратындарын эвтаназия жасау мүмкіндіктерін қарастырсын. Құрметпен Аманат фракциясының мүшелері. Сөз депутат Баққожаев Ана Сахатұлына беріледі. Көп рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Ауыл партиясының сауалы премьер-министрге. Құрметті Олжас Абайұлы, ауылда кәсіп болмаса, халық жаппай ағыла қалаға көшет, оны жақсы білесіз. Мемлекет тарапынан берілетін арзан несие жеткіліксіз. Ауыл аманаты арқылы қарастырған ақшаның өзі толық берілген жоқ. Оның өзінде несиеге мүлік керек, кепілдік керек, лизинг арқылы жұмыс істеу де қиын, алғашқы жарнаны төлеу керек, халықтың ондай мұршасы жоқ. Осы проблемаларды ескере отырып, президентіміз тауарлық кредит тәжірибесін кеңінен таратсын деп тапсырма берді. Алайда үкімет тарапынан айтарлықтай қозғалыс білінбейді. 3-4 облыста ауыл аманаты арқылы жағдайы жоқ отбасыларға мал таратып, тауарлық кредитті орындап тастадық деп қазанның қақпағын жауып қойды. Ал негізі тауарлық кредит деген бұл жаңа құбылыс болу керек. Бұл өте жақсы механизм. Бұл жаңағы мемлекет пен халықтың арасында емес, ірі кәсіпкерлер мен халықтың арасында болатын құбылыс деп қабылдау керек. Осының жақсы жағын түсінген ірі кәсіпкерлер өз өңірлерінде іскер азаматтарға мал беріп жүр. Онымен қазір айналысып жүрген ауыл партиясының кейбір азаматтары да бар. Бірақ осындай жеке инициативаны ынталандыратын, осыған қызықтыратын ешқандай механизм жасалған жоқ. Халықтың қолында ақша жоқ, мүмкіндік жоқ. Ірі кәсіпкерлерде ондай қолында мал да бар, ақшасы да бар тіпті. Міне осы қара тілмен айтқан кезде біреуінде бар, біреуінде жоқ. Осы екі топты біріктіріп, тауарлық кредит арқылы қоян қолтық жұмыс істетуге мүмкіндік бар деп есептейміз. Осыған орай, құрметті Олжас Абайұлы, сізден сұрайтынымыз. Бірінші, тауарлық кредит деген жаңа бағдарлама керек. Ол ауыл аманатынан бөлек болуы тиіс деп есептейміз. Екіншіден, жаңа бағдарламаның ішінде тауарлық кредит франшиза деп қабылдануы керек. Өзіңіз жақсы білесіз, қалаларда франшиза өте жақсы дамыған. Мейрамханалар, кофеханалар, әртүрлі сауда орындары франшиза арқылы беріліп жүр.
Міне осы механизмді пайдаланып, біз ауылдағы жұмыс істеймін деген іскер азаматтарға ірі кәсіпкерлердің арасында осы жұмысты ұйымдастыруға болады. Алғашқы паушальный взнос дегенде мемлекет тарапынан төленсе, ірі кәсіпкерлердің малды таратып бергеннен кейін солардың тәуекелдері сақтандырылатын болса, онда жұмыс алға басады деп ойлаймыз. Кезінде марқұм Жақсылық Үшкемпіров ағамыз айтқан еді, Қазақстанда 5000 ауыл бар. Сол 5000 ауылды қолдайтын 5000 азамат табылады. Солар көтеріп жіберсе екен деп бір армандап кетіп еді. Міне, осындай механизм жасалса, 5000 ірі кәсіпкер Қазақстанда қазір-ақ табылады деп ойлаймыз. Дәл қазір салық кодексі қарастырылуда. Ауыл партиясының фракциясының депутаттары осындай бағдарлама жасалатын болса, онда осы франшизамен жұмыс істеймін деген кәсіпкерлерге тиісті салықтық жеңілдіктер беру нормаларын енгізуге дайын. Назарларыңызға рахмет. Сөз депутат Магерамов Магерам Мамедовичке беріледі. Рахмет. Уважаемый Ерлан Жаханович, в связи с ситуацией, сложившейся в информационном пространстве в отношении нашей коллеги Смирновой Ирины Владимировны, позвольте выступить с заявлением о Народной партии Казахстана. На прошлом пленарном заседании Маджлиса парламента депутат фракции НПК Ирина Смирнова выступила с депутатским запросом, выдвинув инициативу о принятии в Казахстане закона об иностранных агентах. Суть предложения состояла в установлении открытости и прозрачности в деятельности зарубежных НПО, чтобы мы, как государство и граждане суверенной страны, знали, на какие цели идут эти деньги и что они не тратятся во вред интересам народа Казахстана. Подобный закон уже давно действует в тех же США, Франции, Австралии и других странах. Данная инициатива нашей коллеги получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов, за что мы им благодарны. Но в то же время вызвала крайнюю агрессивную реакцию определенных лиц. Началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата. Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно и сейчас получает финансирование от зарубежных организаций, таких как ЮСАИД и их прокси-структуры. При этом не исключено, что и это от иностранных государств напрямую получали. По сути, через информационное пространство мы столкнулись с открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны. Попытка оправдаться публично, ссылаясь на взломы, только подчеркивает двойственную сущность таких личностей. Задаешься вопросом, не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследовать какие-то свои цели. Хочу напомнить, что основополагающими принципами деятельности республики являются общественное согласие и политическая стабильность. Если мы будем позволять так поступать с нашими коллегами, всевозможным зарубежным иноагентам, то эти принципы останутся лишь нашими благими намерениями. В то же время мы призываем компетентные органы решительно пресекать все попытки нарушения закона и принципов правопорядка. Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости в судебном порядке. Оскорбления в адрес депутата Маджлиса парламента от нашей фракции Ирины Смирновой безнаказанными не останутся. Как сказал глава государства, мы в Казахстане будем жить по принципам закона и порядка. Это наша неизменная ценность, которую должны защищать все общество. Рахмет. Құрметті әріптестер, сонымен барлық депутаттық сауалдарымызды жариялап болдық. Мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.